Қайырлы күн, құрметті көрермен. Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімде баспасөз конференциямызды бастаймыз. Бүгінгі баспасөз конференциясының тақырыбы наурыз жұмыскер тұрғын үй бағдарламасының іске қосылуы туралы өтеді. Ендеше ақпараттық алаңымыздың құрметті қонағымен таныс болыңыздар. Мұғалимов Нұржан Гилажұлы, Отбасы банк акционерлік қоғамы Атырау облыстық филиалының директоры. Құрметті Нұржан Гилажұлы, ақпараттық алаңымызға қош келдіңіз. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, ақпараттық алаңымыздағы баспасөз конференциясын өңірлік коммуникациялар қызметінің және Атырау облысы әкімдігінің Фейсбуктегі ресми парақшаларынан тамашалай аласыздар. Сондай-ақ тақырыпқа қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне немесе 8747 544 98 74 байланыс нөміріне WhatsApp желісі арқылы жолдай аласыздар. Олай болса, сөз тігіні өзіңізден, Нұржан Гилажұлы, жалпы бағдарламаның шарттары қандай, негізгі міндеттемелері қандай, кімдер қатыса алады, сол туралы айтып кетсеңіз, мархабат. Рахмет. Енді жұмысшы мамандықтарының қоғамдағы беделін арттыру үшін 2025 жылды мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған болатын. Осыған сәйкес жұмысшы кәсіптер жалпы ел экономикасы мен әлеуметтік тұрақтылығына шешуші рөл атқарады. Енді еңбек адамдарын қолдау мақсатында және оларға қолжетімді жағдайлар жасау үшін отбасы тарапынан 2025 жылдың 17 наурызында наурыз жұмыскер бағдарламасы жүзеге асырылайын деп жатыр. Бұл бағытты іске асыру үшін банк тарапынан 72 миллиард теңге қаражат бөлінеді. Осы соның арқасында 2440 адам жұмысшы мамандықтар өкілі қолжетімді заемдар алып, өздерінің тұрғын үй мәселесін шеше алады. Бұл бағдарламаға, бұл жалпы наурыз жұмыскер бағдарламаның шарттары қандай? Ең бірінші несие мөлшерлемесі 7% бен 9% төңірегінен басталады. 7% дегеніміз бұл әлеуметтік осал топтар үшін 7% құраса, ал басқа санаттағы барлық азаматтарымызға 9% төңірегінде болады. Енді бастапқы жарнаға келетін болсақ, бастапқы жарна 10% бен 20% аралығында. 10% дегеніміз ол таза әрлеудегі тұрғын үй сатып алған жағдайда 10% құраса, ал әрлінбеген бастапқы тұрғын үйлер бойынша бастапқы жарнасы 20% төңірегінде болады. Енді бұл бағдарламада максималдық сумы Алматы мен Астана қалаларында 36 миллион теңгеге тең болса, басқа облыс орталықтарында 30 миллион теңгенің жобасында. Яғни біздің Атырауда бұл бағдарламамен максималдық сума 30 миллион теңгеге дейін несие ала болады. Бұл бағдарламаның тағы да бір ерекшелігі Алматы, Астана, Шымкент қалаларында және де басқа облыс орталықтарында тек бастапқы тұрғын үй алуға болады. Бастапқы тұрғын үйді біз қайдан аламыз? Бұл баспана маркет порталында таңдап, брондап, қалаған, ұнатқан үйін сол баспана маркет арқылы алуға болады. Ал енді моноқалалар деп айтамыз, ауылдық елді мекендерде сірә баршамыз білеміз, ояқта құрылыс жоқ болғандықтан, сол ауылдық мекендерде қайталама тұрғын үйді алуға болады. Наурыз жұмыскер бағдарламасы өзінің атына сәйкес, бұл бағдарлама жұмысшы мамандықтарға арналған бағдарлама. Бұл бағдарламаны қолдау өте маңызды болғандықтан, ең басты салалар анықталған болатын. Бұл қандай салалар? Бұл өнеркәсіп дейміз, құрылыс, энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы, су ресурстары және суару, осы салаларды қамтап, осыған сүйене отырып, 1143 қызмет түрін таңдаған болатын. Жалпы ЭКЖ дейтін бір түсінік бар, ол экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жетекшісі. Соған сәйкес біздер 7 секцияға іріктеген болатымыз. Бұл қандай салалар? Ең бірінші ауыл, орман, балық шаруашылығы, тау-кен өнеркәсібі және карьерді қазу, өңдеу өнеркәсібі, электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және де кондиционерленген ауамен жабдықтау,
саласы болса, және сумен жабдықтау, су бұру, қалдықтар жинау, өңдеу және жою, ластануды жою жөніндегі қызмет, құрылыс пен көлік және қоймалау салалар жатады. Осы секциялар аясында ұлттық кәсіп жіктеуішінен 8230 жұмысшы мамандықтар анықтаған болатын. Осы сол мамандарға сай азаматтарымыз Наурыз жұмыскер бағдарламасына өзін өтінім беріп баспаналы бола алады. Жалпы бұл бағдарлама қашан басталады, өтінім қалай беруге болады деген сұрақтарыңызға жауап берейін. Бұл бағдарлама осы биыл жылдың 17 наурызда өтінім қабылдау жұмысы басталатын болады. Өтінімді тек банк бөлімшелерінде өтеді. Енді өтінім берген кезде ең бастысы өтінім берушін ең бастысы жұмыс орнынан анықтама керек. Бұл анықтамада міндетті түрде жаңағы экономикалық қызмет түрлерін жалпы жүктеушісі мен сол үміткердің кәсібі көрсетілуі тиіс. Яғни қай маманды қандай мекемеде жасалады деген жаңағы бұл бағдарламадан жасыратын жоқ. Жұмысшы кәсіптерге арналған бағдарлама болғандықтан жаңағы бухгалтер деп айтамыз, басқа мамандықтар, жаңағы айдыл кадр айтамыз, олар осы бағдарламаға өтінім бере алмайды. Бұл бағдарлама қатыса алмайды деген сөзім. Одан бөлек қандай анықтамадан, жұмыс орнын анықтамадан бөлек өзінің қажетті құжаттары, жаңағы туу туралы куәліктер, кәмелетке толмаған балдар болса, солардың туу туралы куәліктері қажет болады. Және де өтінім берушіде және оның отбасы мүшелерінде меншік құқығында жылжымайтын мүліктің болмауы туралы анықтама міндетті түрде керек. Наурыз жұмыскер бағдарламасы қатысушыға үміткерлерге 4 талап қойылатын болады. Ең бірінші талап ол міндетті түрде депозит болуы тиіс. Яғни депозит болмаған жағдайда өтінім берер алдында депозитті ашуға болады. Екінші талап бұл бағдарламаға қатысу үшін счетыңызда отбасы банктен кем дегенде 2 миллион теңгедей болуы тиіс. Ол да өтінім берер алдында бір реттік төлеммен депозитіңізге сол ақшаны салуға болады. Енді үшінші талапқа келетін болсақ, үміткердің және оның отбасы мүшелерінде соңғы 5 жыл төңірегінде атында жылжымайтын мүлік болмауы тиіс. Төртінші талапқа келетін болсақ, төртінші талап міндетті түрде соңғы 6 айда ресми табысы болуы тиіс. Яғни бұл несие болғандықтан соның табысы біз реттеп қараймыз. Жалпы бұл Наурыз жұмыскер бағдарламасы басқа бағдарламадан басты айырмашылығы бұл конкурссыз және балл естемей жүзеге асырылады. Қысқаша Наурыз бағдарламасы бойынша ақпараттар атап өтіп, енді бұл бағдарламаның былтыр болған Наурыз бағдарламасы соның аясында тап сондай талаптар, тап сондай шарттар жүзеге асырылады. Сол талаптарға сәйкес Наурыз жұмыскерде біз іске қосамыз. Рахмет, ақпаратыңызға енді сұрай кетсем, жалпы бұл бағдарлама аясында жалпы қанша азамат, қанша адам баспаналы болады деп күтілуде? Жалпы бұл бағдарлама бойынша 72 миллиард теңгедей банк тарапынан қаражат бөлінеді. Осы есептесек, шамамен 36 мен 30 миллион төңірегін алатын болса, 2440 адам баспаналы болады деген үміттеміз. Бұл жалпы Қазақстан бойынша айтып тұрған сан. Енді бұл өңірге бұл дейтін конкурсы өтілетін белгілі бір аудандарға шектеу қойылмайды. Сол себепті қай аудандар тез алады. Енді шамамен ойлап жатырмыз, біздің азаматтарымыз Атырау облысында, Атырау қаласында кем дегенде бір 500 адам алынады деп ойдамыз жалпы. Себебі қазір банк тарапынан түсіндірме жұмыстарын көптеген мекемелерге біз жүргіздік. Қызығушылық танытып жатқан азаматтарымыз көп. Жобамен шамамен сол 400-500 адам алса өте жақсы деп ойлаймын. Тағы да қайталай кетсеңіз, жалпы бұл бағдарлама еліміздің қай өңірлерінде жүзеге асырылып жатыр? Бұл бағдарлама Қазақстан әрбір түкпірінде болады.
тек қана бұл атыраумен шектелмейді. Мысалы біздің азаматтарымыз Атыраудан емес, Алматыдан, Астанадан үй алмақшы ойлары болса, Алматыдан, Астанадан үй алуға болады. Максималдық сумма жаңа атап өттім, Алматы мен Астанаға 36 миллион теңгеге тең болса, басқа өңірлерде, соның ішінде Атырау өңірінде 30 миллион теңгеге тең. Тосын жаңа бір айырмашылығымыз жасыртын жоқ. Моноқолалар деп айтамыз ғой. Моноқолаларды біздің енді Атырауда Құлсары жатады. Сосын әрбір ауылдық мекендер өзін ұнатқан жерлер айтамыз, енді қайталма үйлерді алуға рұқсат бар. Себебі жасыратын жоқ, ол өңірлерде құрылыс жоқ қой енді. Жаңадан салынған үй жоқ болғандықтан банк тарапынан сонда шешім қабылдаған болатын. Өтініштерді соңғы сұрай кетейін. Өтініштерді қай уақытқа дейін қабылдайсыздар? Және белгілі бір сайт арқылы немесе онлайн, офлайн режимде соны айтып кетсеңіз, сонымен қорытындыласақ. Енді өтініштерді біздер жаңа атап өттім, банк бөлімшелеріне тек қана өтеді. Аяқтай келіп, аяқтай жаңа тіке банкіден өтінім тапсырылады. Бір, енді қабылдау жұмысы 17 наурыздан басталады. Бір, екіншіден біту мерзімі енді бұл егеруіне байланысты. Если бұл бағдарлама 1-2 аптадан егерілсе, міндетті түрде онда 2 аптада бітеді. Әлсе бұл бағдарлама керісінше 1 ай төңірегінде егерілсе, 1 айдың төңірегінде бітеді қабылдау жұмыстары. Жалпы ойлаймын, енді бұл ақша 72 миллиард ондай көп деп ақша деп айта аламын, аз да емес, көп те емес. 1 айдың ішінде банк егереді деген ойдамыз. Рахмет. Олай болса, Нұржан Ғилажұлы ақпараттық алаңымызға келіп, өзіңіздің маңызды құнды ақпараттарыңызбен бөлісіп, сұрақтарымызға жауап берген үшін алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Алдағы келе жатқан Наурыз мерекесімен, көрісу күнімен сізді шын жүректен құттықтаймын. Құрметті көрермен, ендеше осымен ақпараттық алаңымыздағы баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Назарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.